керемет сондай бір жүйемен таныстырғым келіп отыр. Ол бізде жаңағы жасанды интеллекттің көмегімен сіздерге дайын слайд презентацияны құрастырып беретін. Ол үшін бізге Google аккаунтқа кіресіздер. Іздеу жолағына Gamma App деп жазамыз. Шыққан ең бірінші осы сілтемеге кіреміз. Бізге осындай бет ашылады мінекей. Енді мына жерде мына бетінен бізде мінекей осындай шығады. Мына логин деген сөзін басатын боласыздар. Логин дегеніміз ол бізде регистрация жасау, иә? Бұл сайтқа ең бірінші кірмес бұрын біз регистрация жасап аламыз. Өзіміздің Google аккаунтымыз арқылы жасасақ та болады екен мінекей. Мен Google аккаунтпен алдында жасап қойған едім. Қазір сіздерге соны тек көрсете өтейін. Мінекей. Соны басып, өздеріңіздің жаңағы далее кнопкасын басып, осындай беттеріңізге түсесіздер мінекей. Енді осыған түскеннен кейін біз мына жерде жаңағындай таңдасақ болады. Мінекей плюсті create with all дейді. Перевод жасаймыз тағы да. Генерировать дейді. Вставить текст па, жоқ әлде импортировать файл ма дейді. Біз продолжить генерировать дегенді басамыз. Мінекей, мынандай бетке түсеміз. Енді осы бетке түскеннен кейін бізде тағы да 3 таңдауды жасаңыз деп тұр. Презентацияны ма, жоқ әлде документті ма, әлде веб-страницаны ма. Сіздер не жасағыларыңыз кеп тұр. Мен сіздерге бүгін презентациясын көрсететін боламын. Мінекей презентация 8 беттен тұрады. Мына жаққа тілін, орыс тілін таңдаймыз. Өкінішке орай мына қатарда бізде қазақ тілі әлі шықпаған, қазақ тілісі жоқ. Русский дегенді таңдап қоямыз. Ал мына жолаққа біз тақырыпты жазуымыз керек болады. Қандай тақырыпты іздейсіздер? Урок информатики. Урок информатики. Датчик гироскопедик. 5-ші сыныптың тақырыбы создать схему дегенді бастайық. Мінекей бізге презентацияларымызды дайындап беріп жатыр. Жасанды интеллекттің көмегімен қараңыздар, қандай керемет дүние. Бірінші, что такое гироскоп дейді, принцип работы гироскоп, применение, программирование, примеры проектов дейді, преимущество, ограничение және қорытынды, заключение бөлімі дейді. Енді бұл жерде сіздер 8-10 бетке дейін презентацияны тегін қолдана аласыздар. Одан кейінгі беттері уже ақылы түрде кетеді екен. Енді мінекей осы 8 презентацияны продолжить деп басамыз. Продолжитті басқаннан кейін біз осындай бетке түсеміз. Мінекей қараңыздар. Мына жерде презентацияның жаңағындай темасы дейді ғой, ар жағындағы несі қандай болу керек, соны таңдасын деп тұр мінекей. Свет, темный, светлый, профессиональный дегені бар екен, және красочный деп тұр. Осы жердің ортасынан өзіңізге қажетті тақырыбыңызға сай бір жаңағындай теманы таңдап алсаңыз болады екен. Мен мысалы призма дегенді таңдап алайық. Генерировать дегенді басамыз. Мінекей генерацияны басқаннан кейін бізге осындай презентацияларымызды дайындап беріп жатыр мінекей. Ал мінекей әріптестер, презентацияларымыз дайын болды біздің. Қараңыздар, 8 беттен тұратын презентацияны біраз уақыттың ішінде бізге жасап берді. Енді дайын болған, бұл жерде енді орыс тілінде мына жерде мінекей осындай жерінен мынау чар дегенді басамыз. Бұл бізде мінекей чар дегенді басамыз. Осындай бет ашылады.
осы бетте біз экспорт деген сөзін басамыз. Қараңыздар, экспортты басқан кезде сіздерге екі таңдау береді. Осы презентацияны PDF форматта сақтап алу өздеріңізге, немесе экспорт PowerPoint дейді, яғни PowerPointта сақтап алуыңызға болады. PowerPointта өзімде жүктеймін. Мінекей мен презентациям жүктелінді, дайын болды. Ашайын. Менде мына жерде презентация ескі және активация жасалынбаған. Сол себептен менде артындағы фоным сәл өзгешелеу болып тұр. Мінекей сол туралы менде айтып та тұр. Мінекей. Енді қараңыздар, что такое гироскоп дейді. Мына жерде өшіріп тастап, қазақшасын жазып алсаңыздар болады. Гироскопиялық. Гироскоп дегеніміз не? Гироскоп дегеніміз не? Гироскоп дегеніміз не? Мына жаққа мысалы мынаны көшіріп аламыз, копировать, және мына жерге онлайн переводчик дейміз, перевод с русского на казахский деп жазсақ, мінекей қараңыздар. Мына жаққа вставить жаңағы текстімізді. Мінекей дайын болды барлығы. Бірер секундтың ішінде. Көшіріп аламыз. Мінекей мынаны көшіріп аламыз да өзіміздің презентациямызға қоямыз. Қараңыздар, мінекей дайын болды. Енді керек жерін алып тастайсыздар, керек еместерін, керек жерлерін қосасыздар. Мінекей дайын презентация сіздерде. Осының барлығын қазақшаға аударып алып, сабақтарыңызда қолдана берсеңіздер болады екен. Өте керемет дүние. Жақсы, сіздермен болған Назым Оңғарбаевна. Менің арнама жазылып, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдап, видеомды соңына дейін көргендеріңізге үлкен алғысымды айтамын.